Біз жалғастырамыз. Күн сайын 20 минутқа қалыпты уақыттан ерте тұрған адам бір аптада 7 сағатын ұтады екен. Дәл осы 7 сағат кез келген адамға қажетті іспен шұғылдануға артығымен жетеді. Ендеше аптаның қалған күнін тиімді өткіземін десеңіз, бұл кеңес есіңізде болғай. Ал біздің студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз өз уақытын қалай жоспарлайды екен? Жақынырақ танысып, сұрап көрейік. Осы аптаның аяғында Қаламгер KZ порталы ашылады. Әдеби порталдың бас редакторы ақын Айжан Тәбәрік біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Армысыздар. Қош келдіңіз, Айжан. Жалпы қазір жақсы, рахмет. Тамаша. Біз енді жаңа көрерменнен сүйінші сұрадық. Осы аптаның аяғында портал ашылады деп жатырмыз. Жалпы бұл портал қандай портал? Осыдан бастайықшы әңгімені. Мақсаты қандай? Жалпы өздеріңіз білесіздер, бізде мемлекеттің қолдауымен қазір республикалық деңгейде әдеби портал KZ деген портал жұмыс жасап жатыр. Әдеби платформа болып саналады. Бірақ енді бүкіл ұлттың әдебиетін бір порталға жүктеп қою, ол енді қиын шаруа деп ойлаймын өз басым. Мен ол жерде қызмет еттім, кейін Мәдениет портал деген порталда бас редактор болдым. Сол жерде жиған тәжірибелерімізден синтез жасай отырып, осы әдебиеттің айналасында жүрген қыз-жігіттер өзіміз осы атап айтып жатырмыз, биыл жастар жылы деп, жастар жылына орай деп, осы Қаламгер KZ атты әдеби танымдық бағыттағы осы порталды ашсақ деп ойластырамыз. Аллаға шүкір, сол жалпы жаңа айтқан әдебиет порталы ол Қазконтенттікі, Мәдениет ол Мәдениет министрлігінікі? Мынау сіз ашылайтын деп отқан мемлекеттік порталдар министрлікке қарасты енді жаңағыдай порталдар. Мынау Қаламгер KZ бұл кімге тиесілі портал? Жоқ, бұл Қаламгер KZ порталы ешкімге тиесілі емес. Оны тек әдебиеттің айналасында жүрген жастар, қыз-жігіттер бірлесе отырып, өзіміз ашып, осы жастарға лайықталған, жастардың қажеттілігін қанағаттандыратын бағыттағы контенттерді ұсынсақ деген ниетпен ашып отырмыз. Айжан ханым, қазір не көп, портал көп, сайт көп қой. Бұл сайттың, порталдың басқа порталдардан ерекшелігі неде болады? Әрине, сайттың көптігі, порталдардың көптігі, ол көптігінен бізге келетін зиян жоқ. Керісінше бәсеке пайда болады, бәсеке бар жерде міндетті түрде сапа бар. Біздің айырмашылығымыз қазір әлем бойынша, біз Қазақстанға емес, жалпы әлем бойынша осы оқырмандардың уақытын құрметтеуге көңіл бөліп жатыр. Яғни біз бұл жерде бет-бет сұхбаттан көрі аудио нұсқаны және де осы видео нұсқаны сұхбаттардың әртүрлі бағдарламалардың нұсқаларын ұсынуды жөн көріп отырмыз. Арнайы YouTube, QFM деген бөлімдер аштық. Негізгі бағытымыз мультимедиа болады. Жақсы. Бұл Қаламгер деген атауын кім қойды? Қаламгер деген атауын сол журналист Абзал деген ініміз бар, және Ажар Қанатбек қыз деген журналист бар. Сол үшеуміз осы бірлесе отырып, басында басқа атау болған, бірақ қалай дегенмен өзіміз әдебиеттің айналасында жүргендіктен осы әдебиетке қатысты болсыншы деп Қаламгер деген атауды алдық. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бұны өзіміздің ашқан жеке туындымыз, өзіміздің жеке дүниеге алып келе жатқан қазіргі болашақта осы аптаның аяғында ашылады, иә, бұйырса. Дүние. Енді бұл мемлекетке ешқандай тәуелділігі болмағандықтан сөз бостандығы, сөз еркіндігі деген сияқты дүниелер болуы мүмкін бе? Әрине, ең бастысы сол ғой. Жоқ, әлде де мемлекетке тәуелдісіздер ме? Жоқ, ең бастысы сол, егер бір жерден қаржы алып отырсаң, міндетті түрде солардың сөзін сөйлеуге тура келеді. Ал енді біз қазірше өзіміз жасап жатырмыз, енді ел ішінен атымтай жомарттар шығып, қолдау көрсетеміз десе қарсы емеспіз, бірақ негізгі бағытымызды, негізгі жүйемізді оған байланысты жоғалтпаймыз деп ойлаймыз. Жалпы бұл порталда сіздерде тек қана бұл әдеби шығармалар ғана жарияланып отыратын портал ма, әлде бұлға мақалалар, түрлі жаңағындай талқылаулар деген сияқты пікірталастар, немесе қандай да бір тақырыптар, форматы жалпы қандай бұл? Әлде тек қана әдеби шығармаларды ғана салып отырасыздар ма? Иә, бұл жерде мысалы Қаламгер деген сөздің ішіне ақын да кіреді, жазушы да кіреді, публицистика да кіреді, журналистика да кіреді.
барлығы кіреді. Сондықтан Қандай? қаламгер деп ауқымы кеңірек болғандықтан осы қаламгер деген доменді алғанбыз біз. Сондықтан барлық жанрды қамтуға тырысамыз, ақпараттан бастап әдебиетке дейін, көркем әдебиетке дейін. Жақсы. Айжан ханым, сіз өзіңіз ақынсыз, бірнеше өлеңдеріңізді білеміз, жақында кітабыңыз да шықты, Сен жыламашы деп аталады ғой. Иә. Жалпы өзіңіздің шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Портал ашамын деп кішкене шығармашылықтан тыс қалмадыңыз ба? Енді өлең деген ол көңіл Тумайды қайшылықта дейсіз. Өлең деген тумайды Жайшылықта. Мұқаңның сөзі ғой. Енді өлең ол белгілі бір көңіл күйдің немесе белгілі бір кезеңдердің ғана қағазға түскен нұсқасы ғой. Оған жұмыс, тіршілік әсер етеді деп ойламаймын. Кітабыңызды бере салсаңыз, көрермендерге көрсете кетейік. Осы кітап жайында қысқаша айта кетіңізші. Қалай өмірге келді жалпы бұл кітап? Сен жыламашы деп аталады кітап. Оны өзі маркетинг тұрғыдан, өзім бірінші мамандығым экономист, сосын маркетинг тұрғыдан алып атауын қойғанмын. Адамдар бір-біріне ұсынғанда көңіл күйін білдіретін болсын деп. Сол себептен қойғанмын атауын. Шыққанына біраз уақыт болып қалды. Құтты болсын. Енді Айжан ханым, жалпы сіз мынау әдебиет порталында жұмыс жасадым деп отырсыз, жалпы енді контентті жақсы зерттеген адамсыз, білесіз. Бүгінгі таңда мынау оқырман қауым қай тақырыпты іздеп оқиды, сүйіп оқиды? Оқырмандарға қай тақырып көбіне көп жақын? Оқырмандарға негізі біздің оқырмандар қазір салалық әдебиетті жақсы көреді. Мысалы бизнес саласында, психологиялық саласында, сонымен қатар әлемдік бестселлерді жақсы оқиды. Бірақ бізде бір түсінік бар әдебиетте. Мысалы бізде Қазақстанда әлі қалыптасып үлгерген жоқ. Осы әлемдік тәжірибеде әдеби агенттіктер бар. Олар белгілі бір жазушыны алады да модаға айналдырып жібереді. Оны біз әлемдік бестселлерді оқимыз. Бірақ оның шама шарқын енді оқыған адамдар түсінеді. Көбіне халықтың сұранысы сондай, бірақ оны біз тәрбиелеу керек деп ойлаймыз, интеллектуалдық әдебиетпен. Сондықтан да жақсы дүниелерді сұрыптап, егжеп-тегжеп ұсынса, міндетті түрде халық оған үйренеді деп ойлаймын. Негізгі халықтың сұранысы ол мультимедиа ғой. Айжан ханым, бүгін жаңа біз бағдарламамыздың басында айтып кеттік, бізге қонаққа келіп сұхбат беріп кетті Дәулет мырза. Жалпы бүгін тарихи оқиғаның орын алатын күні. Астана қаласында жастар жылының арнайы ашылу рәсімі салтанатты түрде ашылады, бүгін өтетін болады. Жалпы жастар жылына сіздердің қосатын үлестеріңіз қандай? Сіздердің порталдың? Біз енді алға жаса деп қояйық, үлкен әдеби жоба бастап жатырмыз. Ол жобаны сол сайт ашылған кезде көресіздер деп ойлаймын. Оның негізгі мақсаты осы түкпір-түкпірдегі жастардың, соның ішінде қыздардың әдебиетте жүрген басын қосып, осы қазақтың қаламгер қыздары деген жобаны жүзеге асырсақ деп отырмыз. Оны біз... Мәселен, оның ішіне кімдер кіреді? Осы жобаның аясында біз бір жыл бойы жұмыс жасадық. Бүкіл архив тақтарды, Қалғауыз әдебиеті бар, Кеңес қазақ әдебиеті бар, тәуелсіздік тұсындағы әдебиет бар. Қазір өзіміз өмір сүріп жатқан осы 2000 жылдардың 2-ші онжылдығындағы дүниеге келген әдебиет бар. Солардың барлығын жинақтап, осы бірнеше том кітапқа жинақтап шығардық. Соның бұйырса осы наурызда халықтың назарына ұсынып қаламыз. Әлем әдебиеті де тысқары қалмайтын шығар? Жоқ, оның өйткені ол жерде қазақтың қаламгер қыздары деп аталады жобамыз. Рахмет. Енді біздің бағдарламамызға келген қонақтармен кішігірім ойнайтын дәстүріміз бар, Олжас. Бүгінгі енді ойын шарты мынандай болсын. Бұл енді таңертеңгілік бағдарлама болғаннан кейін бір серпілуге жақсы, қысқа ғана бір ой. Таңғы көңіл күйді көтеру үшін. Әсіресе сөзден түйген ақынға бұл тіпті оп-оңай деп ойлаймыз. Бар болған берілген сөйлемді бір ауыз сөзбен ғана сипаттап берсеңіз жеткілікті. Мысалға жастар бұл деген сияқты біз тоқтап қаламыз, ары қаратай күш па, басқа ма, ол сіздің нұсқаңызға қалдырайық. Сонымен алғашқы сұрақтан бастайық. Сіз үшін жастар жылы бұл? Жетістік, мүмкіндік. Тамаша. Және таңғы хабарға қонақ болып келу бұл? Ерте ояну. Жас болып көріну бұл? Энергияңды өзіңе арнау. Жастардың ойы бұл? Еркіндік. Жастарға арналған өлең ол? Мағжан, мен жастарға сенемін. Ал жастық шақты сағыну?
махаббат. Қандай керемет тізбектері. Рахмет Тамаша. сізге. Көп рахмет. Мынау алда ашылайын деп тұрған порталға сәттілік тілейміз. Сондай біздің барша оқырмандарымыз іздеп оқитын порталға айналуына тілектеспіз. Шығармашылығыңызға сәттілік тілейміз. Айжан, Табыс үлкен тілейміз. рахмет. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге мың алғыс. Ал қазір кезек